Достар, давайте осы видеоның превьюсіне давайте достар лайктарыңызды басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, және де алды қарай ауыстырып тастауларыңызды сұраймын. Өте керемет әрі өте тартысты видео болды. Давайте достар алды қарай ауыстырып және де осы видеоны до конца көрулеріңізді сұраймын. Ендеше кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Олжигізде. Достар, бүгінгі видео өте керемет видео болады. Өйткені бүгінгі видеода біздер рейтингте қандай персонажбен ойнайтынымызды рулетке шешетін болады. Алдыңғы видеоға біздер қандай үйді ұлты дейтінімізді рулетке шешетін видеода мен сіздерден 10 лайк сұраған болатынмын. Ал сіздер 15 лайк бастасыңдар. Егер де осы видеоға 15 лайк басатын болса, мен енді видеода тоже рулеткамен бір контент, бір жесткий видео шығаратын боламын. Достар, давайте комментте қызықты сіздердің қанша лайк жинайтындарың, және де 74 подписчик үшін өте керемет және де өте алғысым шексіз достар. Комментарий пытырлатып жазып жатсыңдар, және де лайктарын басып жатсыңдар. От души достар. 74 подписчик, 100 подписчикке аз қалды. Ендеше видеомызды бастаймыз. Достар, әрине біздің видеомызды басталып кетті. Каттыңыз деген мен әрине Тимурмен неге түскім келіп тұр, факториға. Әрине енді төбелесе алғанымша төбелесетін боламын. Мен Тимурмен көп ойнамаймын, және де кулактың слотында көп пайдаланбаймын. Так что қазір мен секіріп жетон басып алып жетоннан шыққан любой автомат шыққан мен бүгін атысып, в общем, топ 1-ге кіруге тырысатын боламын. Топ 5-те болады достар, бізге топ 5-те жарайды. Әрине менімен бір 2 адам келе жатыр. Әрине оның екеуі осының үстіне түспесе өте керемет болады. Өйткені хыпымызды құртып достар, хыпымызды құртамыз бір жағынан қақты екен іздей алмай қаламыз. Ашық жерде төбелескен дұрыс деген ойдамын негізінде. Енді достар, менімен келіп жатқан адамның біреусі бөлініп кетті. Әрине мынау үстіне түсті. Қазір егер де астыға түсетін болса, енді оны алып тастаймыз деген ойдамын. Давайте түсіп братан. Енді достар, сендер әп сәтте дәл қазір лайктарыңызды басып отырыңыз. Әрине мәссаған достар, әрине өте керемет хедшотын, просто бомбический хедшотын беріп жібердім. Өте керемет достар. Сендер осы видеоға лайктарын басып отырыңдар. СВД мен енді көп ойнамаймын, үстінде адам жоқ деген ойдамын. Мен астыға түсем ба деп ойланып тұрмын, өйткені потому что анау луттың бәрін жинап астыға қарай келмесе, астыға қарай түсіп ойнауға болады. Егер де астыға қарай түсетін болсам, ананың луттың бәрімен күтіп алып, СВД мен достар ештеңе істей алмаймын мен енді СВД мен, потому что СВД мен көп атыспағамда төбелескенде СВД неде айваскада аэродроптарда ғана шығады. Ал аэродроптарда мен алмаймын, просто патрондарын алам. Ал егер де төбелеспеймін, мен көп төбелесетін болсам, СВД көп жетондарда СВД шығады, потому что СВД білемін не үшін екенін, көп не жетондарда СВД шығады. Так, астында адам жүр достар, маған нелер естілатыр, шаттары, короче, өзімен өзі бір бәле істеп жүр, өзімен өзі жүгіріп жүр достар. Так, енді давайте достар, лайктарыңызды басыңыздар, 100 подписчикке азақ қалды. Так, астында адам, астында адам жүр, мен қақта келгеннен қашып кете саламын деген ойдам. Қашып кете салу керек маған негіз. Өйткені қазір челленджіміздің бәрін бекер алып құрту мүмкін. Так что достар, қашып кете салайын. Тек мұндай емес па? Жоқ, бұл бақта жүру мүмкін емес. Өйткені шағы андай естілді, алмаған бұяқтан жүру мүмкін емес. Ол стенк өте керемет. Стенк мен тоже қойып ойнауға нормально енді болады. Енді прикладка дегендерді ала салайық, бірдегі енді ремканы қолданып броникімді 3 қылып достар, қазір тоже лутат етіп клоктауэрге баратын шығармын. Енді клоктауэрде атыс кетіп жатқанын көргім. Короче, мынақтарда осы жерлерді лутат ете беремін достар. Енді достар, мен сіздерге енді осы жүрген жақтарымды көрсеткім келіп тұрған жоқ. Мен тек қана сіздерге атысқан және де атысқан жерлерімді көрсететін боламын. Енді қазір енді ана адамды өлтірмей кетпейміз ғой енді. Сондықтан да қазір біздер сол адамды тапқан кезде видеомды бастайтын боламын. Так, достар, жаңағыдай Криса мен мұнда күтіп отыр екен. Көрдім қазір, ол мен байқамады вроде. Так, осыған атамыз айтчашка достар. О, айтчашка 99, бірақ та денесіне тиіп ұтылып қалды. Яғни өліп қалды. Ну, просто бір тілді. Давайте ультайтын аламыз, стенк дегенде аламыз. Ода да тоже спас ебба.
так бір 12-ні ауыстырып алайық енді. Дәл достар, дәл мекін ойнап жүр, акамен спаспен ойнап жүр екен. Енді автомат патрон, сенкі дегендер менде екеу, ода да екеу тоже. Енді достар, көріп тұрғандарыңыздай біз клоктаурге де келдік. Енді клоктаурда атыс кетіп жатыр екен. Біреулердің килоын процесс етіп қоямыз. Енді осы кезде қазір мен қолым телеп отыр, сондықтан да мен де достар артынан келіп қалуы да мүмкін. Менде мина жоқ, потому что қойып смело атса беретін. Ал егер де мина болмаса достар, қорқасында астында адамдар жүреді. Достар, енді білмеймін, мен әйтеуір мұнда адамдар жүр, енді бір мәнісі болар, енді бір жаққа барып көре жатармыз. Пока ближний лотым жаман, өйткені спаспен атысамын, атысып көрмегенмін де даже. Енді М40, Тухстовка, алтылық дробаш дегендер болса, енді мейлі достар. Ал бірақ спаспен былай ойнап көріппін енді. Осы каткада спасты сынап көретін боламыз. Так, достар, көріп тұрғаныңыздай бізде зонада аяқталып жүре бастады. Ал мен мұнда артында тұрған адамға кәдімгідей урон беріп тастау мүмкін. Так, енді ол артына тығып қалды. Енді шыққан жеріне атып тастайтын боламын. Так, сәл шықсын енді достар, өйткені өзім білдіріп қоймын, бірақ артынан адам келіп жатқанын көріп тұрмын. Неге десеңіздер, артынан автоматтың патрондардың атылғаны шықты да артынан. Сондықтан сәл артынан қарап ойнау керек. Енді достар, білмеймін мен. Пока мен қайқа баратын белгісіз, осы жақта отыра берейін. Астында адам отыр. По-любому ол мен кейін болады. Достар, 70 очашка бердім, әрине стенканы қойып қала береді. Ендеше қазір бір мәнісі болар, өлтіретін болам по-любому. Так, достар, енді видео ұзақ болып кетсе кешіресіңдер, кешірім сұраймын енді. Енді достар, егер де сендер видеоның артында бір кішкентай музыканың, азғантай музыканың дауысы шығып тұрады, аз болып, сондай болған қаралсаңдар, тоже комментарий жазып кетіңдер достар. Енді жетпесе де атай берейін достар, жетпесе де атай берейін. Артыма адам келіп жатыр достар. Артыма адам келіп жатыр ма? Білмеймін, өйткені артыма адам келіп жатқан сияқты болып жатыр маған просто бар ғой. Ана ұлт етіп жатқан жеріне үстіп басына қадап жейік. Басына кетеді да просто денесін тиіп қалады. Был выстрелен в голову дедің орнына просто денесіне тиеді. Обидно да просто. Басына просто бытатан кетсе еба болады. Давайте осы бастан лайктарыңызды басыңыздар, енді мен қайқа баратынын әлі шешкен жоқпын. Так, достар, мұнда да артымнан адам келіп, в общем, мені қыстады. Қазір оған атайын десем, бірақ та мына атжашқа кетілмей жатыр енді. Ака кейбір кезде жақсы, кейбір кезде жаман болып қалады. Урон жағынан жақсы да, ал бүйтіп точность жағынан қатты емес, қатты деп айта алмаймын. Мынаның ішіне кіріп кетейін енді. Ана гранатаны жаудырып жатыр ғой просто. Енді білмеймін, мені қысып тастауы да мүмкін, өйткені анау Көктаудегі двухэтажный үйде, яғни екіэтажный үйде, білмеймін қалай айтатынды. Сол үйде, в общем, адамдар бар еді. 62 урон бердім, сол үйде адам бар еді, енді АВМ отыр енді. Сол мені қысып тастамаса болды достар. Главный топ 5-kin жақынасақ та, главный бізге сол да челленджіміз орындалғаны достар. Енді бұл мен бірінші попыткам. Челленджі мен қандай персонаж ойнайтынын шешем дедім де, және де катка осылай бастап кеттім. Мен 3-ші катка, 5-ші катка деген емес. Егер де достар осы видео 15 лайк бассаңыздар, ендігі видеода мен рулеткамен тоже бір видео шығаратын боламын. Өте қызықты әрі өте оңай видео, прикинь. Егер соң видеоны көргілеріңіз келсе, давайте тез лайктарыңызды аямай баспаңыздар. Және жаңадан АВМ атып отыр достар. АВМ атып отыр, ойлаңыздар. Астында атсадым, анау да атып отыр мені. Еще қысып тастады ғой. Мә саған. Анау да қысып тастады бір жағынан, мә. Енді артымда стен қойнасам, алдымдағысын бірінші өлтіріп алу керек маған. Так, бірінші көрейік енді. Так, стен қойын енді. Стен қойын. Анау үшкөтті атайын ба достар? Жоқ, достар, мен атқым келіп тұр енді. Анау жаңалегі достар, АВМчик кіресе, мұнау баңылден бері бәрін кіресе өлтіріп атқан. Енді достар, қараңыздар, осындай рейтингтің челленджі құртады ғой енді. Достар, енді рейтингтің көріңдесіңдер мөрге 10 кезет анатып жескенше сау болыңыздар, болды.